бізде содан ұлт ұстаз атанған қазақтың ағартушы қайраткері абайдан кейінгі мынау қазақтың бүкіл рухани жолы дейміз ба, сара жолы рухани майданының көсемі бола білген, көсемі болған алаштың асқақ ұлы қайраткерлерінің бірі, абзал азамат, ұлтжанды қайраткер, ахаң дейміз қазақ еркелетіп. Ахмет Байтұрсыновтың, Байтұрсынұлы деп те жүрміз, 150 жылдық мерейтойы өтіліп отыр Қазақ Республикасында. Енді ахаң жөнінде талай зерттеулер, монографиялар, мақалалар, ғылыми мақалалар жазылып жатыр. Бұрында жазылды, қазірде жазылады, зерттеліп жатыр. Ахаңның қыры көп қой. Ахаң деген мынау қазақ филологиясының атасы. Тіл танушы. Өзінің мынау оқу құралы, тіл құралы, жаңа әліпби деген кітаптар жазған. Үлкен ағартушы. Одан қала берді әдебиет танудың негізін салған ғалым. Әдебиет танытқыш. Енді осыларды айта берген кезде ахаң жалпы ұлттың рухани майданы деп кеттім, сол мынау соның туын көтерген. Яғни оқу ағарту арқылы халықты Ресейдің сол кезеңдегі бұратана езілген ұлттар дейміз ғой. Міне бұратана аталған кезінде инородцы дейді. Міне сол халықты, сол анау бірінші орыс революциясы дейміз бе, сол кезеңде мынау Ресейдің сол бодан халықтарында үлкен дүмпу болған. Қырымда Ислам Гаспринскийдің тәржіман деген газеті болған. Ислам Гаспринский мынау түркшілдік жауын, жалпы түрк баласын біріктіруге зор қайрат еткен кісі ғой. Ахаң да солардың қатарынан. Ахаңды мынау қазақ оқу ағартуындағы үлкен еңбегі, оның мынау төте жазу, усули жадид деген жүйе. Міне осының негізгі реформаторы, негізгі қайраткері болды. Сол кезінде Ислам Гаспринский бастаған мынау жадидшілдік қозғалыс болды. Соны қазақ топырағындағы сол жадидшілдікті туық көтерген ахаң болды. Өзінің усули жадид негізіндегі қазақтың жаңа әліпбиін, төте жазу деп кеткен халық арасындағы қазақ жазуының, қазақ әліпбиінің реформаторы болды. Мұқан Әуезовтің сөзімен айтсақ, қазақтың әліпбиін түрлеген, орнықтырған адам ғой. Міне осы ахаң жалпы феноменалдық үлкен құбылыс. Бұл қазақ топырағында сол отаршылдықтан қансырап жатқан халықтың, қазақтың арасынан шыққан ұлт зиялысы. Мынау енді ахаң жөнінде айтсақ, сол кезеңдегі орыс отаршылдық үкіметінің миссиясының бір мақсаты ол қазақ балаларын оқытып, орысша оқытып, қазақ арасында 2 класты деген болды. 6 жылдық деймін, сол кейін 4 жылдық болыстық мектептер болды орыс тілінде. Мақсат не? Мақсат орыс үкіметінің мынау тіл алғыш жандайшаптарын, қызметшілерін, малайларын дайындау. Яғни қазақ арасында көптеген мынау песірлер, писар дейміз ғой, тілмаштар, жаңағы переводчиктер дейді ғой. Осындай шенеуніктік қызметке жегу болды. Яғни Орыс империясының, Ресей империясының отаршылдық идеологиясын алға апаратын, сол халықтың арасынан шыққан кадрлар керек болды. Ал бірақ мынау бумеранг деген бір Австралия аңшыларында аспап бар ғой, құрал, аңшылық құрал. Сол кейін өзіне тиеді ғой, аңға тимесе. Бумеранг деген бір. Сол бумеранг іспеттес болды. Міне сол орыс оқытқан зиялылардың арасынан талай-талай тамаша қазақтың ұлт зиялылар шықты. Мысалға айтсақ, Әлихан Бөкейхановтар, Мұхамеджан Тынышбаевтар, Мұстафа Шоқайлар, жаңағы ахаң да солардың бел ортасында бір жақты Дулатовтар, Мағжан Жұмабаевтар, Жүсіпбек Аймауытовтар, Халел Досмұхамедовтар, Жаһанша Досмұхамедовтар. Міне енді Райымжан Мәрсеков айта көрсек көп қазақтың талай-талай Мағыл Садуақасов, міне кәдімгі ұлтым деген адамдарды айтып отырмын да, ұлт жанды. Осы жаңағы орыс оқу
европаша біліммен шықты. Бұл патша үкіметтің күткен нәрсесі емес. Міне, осы тұрғыдан келген кезде Ахан солардың ортасында ұлт көсемі бола білді. Яғни, ұлт ұстазы, ұлт көсемі. Аханның арғы аталарының өзі текті жер ғой. Мынау Шақшақ Жәнібектерден бастайды, анау Әбілқайырдың ханның жаңағы бас қолбасшыларының бірі, Ресей империясына түрік тайпаларының арасында алғашқы рет Тархан деген жоғары лауазымды әскери шен алған. Бұны біз қазіргі тілмен фельдмаршал, маршал, генерал деп жүрміз. Бұны осы атақты қазақ арасында алған ол Шақшақ Жәнібек. Сол Шақшақ Жәнібектен тарайтын ұрпақ қой бұлар. Торғай топырағында. Енді оның жаңағы атасы Шошақты көз көрген, өте сондай білімдар адам болған. Мынау жаңағы кімнің Аханның әкесі Байтұрсын, әкесінің інісі Ахат. Бұлар жаңағы сол заманның өзінде отаршылдыққа төзбей, отаршылдық қиянатқа төзбей, анау полковник уезд начальнигі Яковлевтің басын жарады. Содан Үркітке жер аударылады бұлар. Міне, сонда отаршылдықтың қамат, зіл салмағын, шойындай, күрзісін жас болса да ерте таныған Ахан. Он үшімді оқ түйді деген өлеңі бар ғой. Он үшімді оқ түйді дейді. Анасына жазған хатында. Міне, Ахан сонда қарап отырсақ, жаңа айтып отырған, осындай қиыншылықты бала кезінен көріп өскен. Ауылда 1-2 жыл, жаңағы 3 жылдай ауылдық мектептен, ескіше мектеп дейміз ғой, мұсылманша білім алған Ахан, кейін мынау Торғай қаласындағы 1886-91 жылдары осы орысша, қазақша дейміз ба, жаңағы училищені, мектепті бітірген. Одан 91-95 жылдары Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітірген. Осыдан қала берді Аханның бүкіл ұстаздық қоғамдық қызметі жалғаса береді. Қостанай уезінде, Ақмола уезінде, Қарқаралы уезінде ол көптеген жаңағы ағартушылық қызметтер атқарады. Мысалы, Қарқаралы қаласында Орыс қазақ училищесінің несі болады, меңгерушісі, директор болады. Мұны осы жерде жүргенде Ахан алғаш рет жаңағы Аханның қоғамдық қызмет бастап кетті. Өздеріңізге білесіздер, Ресей империясында 1905 жылы Орыс революциясының дүмпуімен үлкен қозғалыс болды. Манифест жарияланды патша. Амалсыздан Самидержавияның тағында тұрған Николай II манифест жариялауға тура келді. Сол кезеңдерде атақты Қарқаралы петициясы деген бар. Соны жазушылардың бірі Ахан 1905 жылы Қарқаралы петициясы. Онда не істейді? Мынау түркі халықтар, қазақтар айтады, біздің өзіміздің ел билеу ісімізді бұрынғы кезеңдердегі қазақтың өзінің дәстүріне сай жаңғырту керек. Далалық, мынау степной положение дейміз ба? Далалық ережені ол болсын, өміршең еместігін дәлелдейді. Мынау қазақтың тұрмысына, қазақтың өміріне. Одан қала берді, міне осы қазақ даласында қазақ тілінде мектептер ашу, оқу ағарту ісін қолға алу, театрлар ашу, газет шығару, баспасын өркендету сияқты осындай үлкен бір қоғамдық әлеуметтік мәселелерді қозғаған екен мына петицияда. Одан кейін осы Қарқаралы петициясынан кейін 1900 жылы мынау губернатордың, Семей облысының губернаторы, соның жарлығымен Ахан Семейге түрмеде болып, кейін 10-шы жылы мынау Орынбор өлкесіне, яғни қазақ даласынан тыс жерге, қазақтың даласынан тыс жерге, қазақ даласында Аханның үлкен қауіпті екенін, оның мынау үлкен бір сондай трибун дейміз ба, публицист, көсемсөзші, жалынды қайраткер екенін сезген патшалық үкімет мынау қазақ даласынан тыс қарай жүрген Орынбор өлкесіне жіберіп мақсат етті. Сол Орынбор қаласына Ахан 10 жыл келіп, сол 18 жылға дейін тұрған. Ал енді Орынборда Ахан не істеді? Құр қарап жатты ма? Жоқ. Аханның бүкіл қоғамды ағартушылық ғылыми істерінің бәрі Орынборда. Яғни ең алдымен ол мынандай мәселе газет ашу мәселесін қозғады. Яғни халықтың құлағы, көзі, тілі деген, осы бір атақты тезисі бар Аханның. Осыны қолға алып, өзінің мынау жан достары, серіктері, әріптестер дейміз ба, қаламгерлер, қайраткер, Міржақып Дулатов бауырым,
Одан кейін аға ретінде Әлихан Бөкейхановтардың жаңағы көмегімен осы Орынборда Қазақ газетін шығарды. Ол 13-ші жылдан 18-ші жылға дейін шығып тұрды. Қазақ газетінің бетінде ахаңның үлкен зор қайраткерлік, көсемсөзші, публицист дейміз бүгінгі тілмен айтсақ, дарыны көрінді. Ол халықты ояту, отырушылық күндеу, оқу ағарту, мәдениетті халықтардың жағдайына жету, қазақтың мына кемшіліктеріне, анау озық ұлттардың артықшылықтарына, мына осының барлығы сол газет арқылы үндеп, керемет зор қызмет атқарды. Бұл жерде мен енді ахаңның журналистік мынау баспасөз қайраткері ретіндегі тұлғасы көрінеді осы аралықта. Біз қазақ журналистикасының басында кімдер тұрды, осы ахаң айтуға болады. Публицист ретінде, көсемсөзші ретінде, осы қазақ газеті арқылы, қазақ баспасөзінің атасы ретінде. Ал енді осы жылдары ахаң Орынборда не істейді? Мен қазақтың тілін зерттей бастадым дейді. Қазақтың тілін. Бұл мынау арабтың графикасы келмейді екен көп жерде. Жаңа айтып кеттік қой, бұрын қадым жазуымен жүрген ғой. Қазақтың азаматтық графикасы бұрын қазақ қадым деп аталған. Азаматтық графикасы. Енді жаңа азаматтық графика жасау керек болды. Таңба дейміз бе? Әліпби жасау керек болды. Міне осыдан келеді, ахаң не істейді? Ахаң мынау арабтың тілін, әріп несінде тілінде бар, қазақтың тілінде жүр әріптарды алып тастайды. Ал қазақтың мынау араб таңбасында қазақтың несі жоқ, таңбасы жоқ, дыбысталуы жоқ, әрбі жоқ. Дыбыстарын не істейді? Мына дәйекше қояды. Міне осы арқылы ол 28 әріптен тұратын тап-тамаша жазу жүйесін ойлап табады. Міне осыны ахаң айтады, мынау қазақ жазуы деп атады. Ахаң айтады, қазақ жазуы. Жұрт айтады, бұл ахаңның жазуы дейді, Байтұрсынның жазуы дейді, халық арасында. Біздің төте жазу деп атап кеткен жазуымыз ғой. Бұл өзі біздің Қазақстанда 29 жылға дейін қолданылып кетті, кейін біз латын графикасынан одан кириллге көштік қой. Ал енді мынау Қытай Халық Республикасындағы қандастарымыз, миллионнан аса қандастарымыз бар. Күні бүгінге дейін осы ахаңның түрлеген әліпбиін қолданып отыр. Оның өміршеңдігі керемет. Мысалы, анау 60-70 жылдар Қытайда қазақтар аз уақытқа түрік халықтарын латын графикасын көшірген. Бірақ ол реформа сәтсіз аяқталып, үкімет оны түсініп, сол жақтың үкіметі кейінірек осы латын графикасын қайттан алып, араб графикасын көшірді. Міне осыдан келді де араб графикасы күні бүгінге дейін мынау Қытайда қазақ тілінде әжептәуір ғылыми журналдар, газеттер шығады ғой. Міне осылардың барлығы сол ахаңның жаңағы графикасын. Сосын мынау шетелде көптеген қандастарымыз күні бүгінге дейін Түркияда да, Еуропада әлде осы біздің мынау ахаң түрлеген жаңа жүйедегі қазақ жазуын пайдаланады. Төте жазу деп атап кеткен. Міне сондықтан да ахаң осы кезеңдерде осы қазақ графикасын түзеумен айналысты. Содан кейін мынау оқу үстінде ахаңның бір алға қойған мақсаты не болды? Ол ахаң былай мынандай мәселеге ден қойды. Қазақ арасында орысша, татарша білім алған біздің зиялыларымыз бір қыдыру екен, соларға қатысты айтады. Мынау қазақ арасында орысша ноғай шоққан қазақ зиялылары қазақ жазуын жазғанда дейді, көп нәрседен ақсайды. Олар анау қазақша дұрыс, кейбір сөз тіркестерін, сөйлемдерді дұрыс жазбайды. Мына осыны түзеуіміз керек дейді. Кейін мына осы ахаңның осы уәжінен кейін, осы принципті қатаң ұстанғаннан кейін көптеген қазақ зиялылары ойланып қалды. Орысша білім алған, татарша білім алған, олар түзеуге тырысты. Міне осы мақсатта ахаң оқу құралы деген кітап жазды, оқу құралы. Одан кейін оқу құралы бұл қазақтың тұңғыш әліпбиі. Одан кейін мынау ахаңның тағы бір несі, оқу орындарында қазақ тілін оқыту керек болды, ғылыми тұрғыда. Осыдан кейін ол тіл құралы деген оқу жазды. Бұның өзі 3 кітаптан тұрады. Біз былай қарап жатсақ, бұл енді 14-ші, 15-ші, 16-ші жылдары шықты, жеке-жеке кітап шығып, алдымен мынау морфология, фонетика, сосын мынау лексика деген салаларын қазақ тілінің ғылыми тарауларын жеке-жеке кітап шығарды. Міне бұл ахаңның оқу орындарына арналған құралы. Сонда ахаң қазақ тілін тұңғыш қылып, қазақ тілін ғылыми тұрғыда қазақ тілінде, ана тілінде оқытудың басында тұрған тұлға, ағартушы. Яғни бұрынғы кезеңде қалай болушы еді?
Мынау енді біз білеміз, қазақ тілінің грамматикаларына байланысты Радловтың, Мелиоранскийдің, басқа да толып жатқан Ильминский дейсіз ба, Остроумов, басқа да орыс миссионерлердің кітаптары болды. Міне. Бұл кітаптардың барлығы орыс тілінде жазылады, қазақтың мынау грамматикасын түсіндіреді. Ал енді қазақ тілін алғаш рет ғылыми тұрғыда қазақ тілінде түсіндіретін кітап болды. Сонда Ахаң қазақтың ғылыми тілін, мынау былайша айтқанда ғылым тілін алғаш қалыптастырушы. Ғылым тілін. Яғни ғылыми стильдегі тіл, ғылым тілі. Көрдіңіздер ме? Сонда тіл құралы деген соның ең бірінші кітабы. Яғни қазақ тілін ғылым тілін айналдырудың баспалдағы. Көрдіңіздер ме? Сонда көптеген терминдер бар. Мына Ахаңның қазір сол кітаптарда қолданған етістік, есімдік, шылау, зат есім, сын есім, сан есім, қазір енді айта берсе көп қой, қазақ тілінде күні бүгінге дейін қолданып отырған терминдеріміз осы Ахаңның қолданған термин. Бұл енді қазақтың байырғы сөздерін тірілтіп, жандандырып, немесе өзі жаңадан сөз шығарған. Бұл қазіргі күнге дейін өзінің ұғымдылығымен, логикасымен таңғалдырады бізді. Қарап отырсаңыз, көсемше дегендер. Масқара ғой. Енді ғажап қой. Ал енді Ахаң осыдан кейін не істеді? Осы кітаптарды мектепте қалай оқыту керек? Міне сонда ол қазақ тілін оқытудың әдістемесінің басында тұр. Тіл жұмсар дейді. Қараңызшы. Методикалық кітап. Тіл жұмсар. Міне осы баяндаушы. Міне екінші кітабы. Осының барлығын қарап отырсақ, Ахаң қазақ тілін оқытудың әдістемесінің де басында тұр. Педагогикалық тұрғыда. Ахаң педагог, әдістемеші. Олар ғалымдық, лингвистикалық бір басқа. Осының бәрі. Кейін мынау Совет үкіметі орнаған кезде ол кісі жаңа әліпби деген кітап жазды, осыларды толықтырып. Ал енді Ахаң мынау қоғамдық қызметіне келейін мен енді Ахаңмен бір жақ Алашорда үкіметі құрылған кезде алғашқы үкіметтің құрамында Ахаңдар болмады. Қазақ арасында рулық, әртүрлі бір ішкі бір нелер бар ғой, әртүрлі қыжыл дейміз ба, қазақ арасында, қазақ менталитетінен. Сондықтан ол кісілер не істеді? Оны сыртынан дайындаушы болды. Яғни бағдарламасын түзуші, жасаушы, сол қалыпта қалды. Ал енді екінші Орынбордағы жалпы қазақ съезінен кейін Ахаңды сол Алашорда үкіметі оқу ағарту комиссиясы дейміз ба, соның төрағасы қылды. Яғни бұл бүгінгі тілмен айтатын болсақ, мынау білім министрі, қазіргі тілмен айтатын. Оқу ағарту министрі Аймағамбет дейтін болсақ, Ахаң қазір соның ең басында тұрды. Яғни осы комиссияның төрағасы болды. Содан кейін Ахаң кейін 19 жылы Алашорда үкіметіне кешірім жасаған кезде көптеген Әлихан Бөкейхановтар бар, Әлімхан Ермековтар Мәскеуге барып Ленинмен кездесіп талай мәселелерді оқу ағартуына, жер мәселесін қозғады. Әсіресе Ахаңның осы кезде жер мәселесіне қатысты үлкен дау болған кезде мынау Қостанай өзі Челябі облысына беріліп жатқан кезде осыған дәлелдеп тұрып қайтадан мынау кері қайтардың осы бәрі Ахаңның еңбегі. Былай қарасаң дәлелі. Тарихтан да, этнографиядан, географиядан да мол хабардар ғой. Осыдан кейін мынау Ахаңның үлкен зор қызметін, қоғамдық әлеуетін байқаған Совет үкіметі оны қазақ әскери төңкеріс комитеті дейміз ба, төраға. Сол кезде үкімет қой. Ревкомитет дейміз ба, революционный комитет, военный. Мұны әскери төңкеріс комитетінің төрағасы орынбасары болды. Қазаққа ең бірінші Песковский деген поляк қалды. Міне соны үлкен қызметті болды. Кейін Орынбор қаласында 20-шы жылдан Қазақ автономиялық советтік дейміз ба, социалистік республикасы құрылған кезде Ахаң оқу халық комиссариаты болды. Міне жаңағы Алаштық үкіметтің алғашқы оқу министрі енді мынау Қазақстан болып өзі жеке Совет империясы дейміз ба, Совет мемлекетінің құрамындағы Қазақстан автономиясының үкіметінің алғашқы оқу министрі. Міне осы қызметте жүрді. Кейін 22-ші жылдан бастап Ахаң ғылыми комитет деген болды. Мынау жаңағы ғылыми материалдармен айналысады. Сол комитеттің төрағасы. Бұл бүгінгі тілмен айтатын болсақ ғылым академиясы. Ғылым академиясының алғашқы президенті. Бірінші оқу министрі, кейін ғылым академиясы дейді, жаңағы ғылыми комитет. Соның төрағасы ғой президент.
былайша айтқан кезде. Сонда білімнің де, оқудың да, ғылымның да ең басында Ахаң тұрды. Ахаңның зор қайраткерлік жөнінде кезінде мынау Поливанов деген кісі үлкен мынау материал жариялады. Түрколог ғалымдардың еңбектеріне баға бергенде Поливанов оны ерекше атап өткен. Осы Поливановтың материалы. Одан кейін Орынборда екі Ахмет Байтұрсынович деген орыс тілінде материал жазып. Күні бүгінге дейін бүкіл дәйекті дәлелді біз осы жерден алып отырмыз. Ахаң туған жылы. Мысалы, Ахаң бір неде 70-ші туылды десе, бір неде 72-ші жылы туылды дейді. Ахаңның туылған жері мынау бүгінгі енді Қостанай облысы, Торғай ауданындағы Ақкөл деген ауыл ғой. Енді ол қазір патшалық заманда Торғай облысы, Торғай уезі, мынау Тосын болысындағы нөмір 5-ші ауыл. Енді оны нақты таңбалап осылай берілген. 72-ші жылда өз өмірбаянында Ахаң көрсеткен. Торғай облысы деген бұл мынау мен айтайын сіздерге, Орынбор генерал губернаторлығы деген болған. Қазақтың бүкіл батыс жағы Торғай өңірі, оның орталығы Орынбор, оған Орал облысы, Торғай облысы кірген. Орал облысының орталығы қазір Уральск деп жүрген орыстар, біз Орал қаласы. Торғай облысының орталығы Орынбор қаласы. Орынбор қаласы Торғай облысының орталығы емес. Ол Орынбор генерал губернаторлығының орталығы. Ал енді Торғай уезі Торғай қаласында қазір өзінің орнында болды. Ал енді осы жағдай мынау далалық генерал губернаторлық деген болған. Оған Омбы, оған Жетісу облысы да басында кірген. Кейін Жетісу облысы Түркістан генерал губернаторлығына кіріп кетті. Осы Ақмола, Семей облысы. Сонда далалық генерал губернаторлықтың орталығы Омбы облысы қаласы болды. Ал Ақмола облысында орталығы Омбы қаласы болды. Қазіргі Ақмола уезі емес. Ақмола уезінің орталығында қазіргі Астана қаласы деп есептеп жүрміз ғой. Осы қала, Ақмола қаласы. Сонда мына қарап отырсақ, Ахаң осындай 20-шы жылдар үлкен зор қызметтер атқарған. Ғылыммен, этнографиямен. Енді Ахаң содан кейін не істеді? Ахаңның енді бұдан кейінгі тірлігі ол енді мынау оқу-ағарту жұмыстарына кетті де, ұстаздық қызметке кетті. Ең алғаш Орынборда оқу-ағарту институтында болды, одан кейін Ташкент қаласында халық ағарту институтында болды. Ол Алматыға көшіргенде қазақтың бүгінгі Каспий деп аталған атақты қазақ педагогикалық Абай атындағы университет бар емес пе? Соның алғашқы профессоры болған. Міне, осыдан дәріс берген. Кейін Ахаң 29-шы ұсталып, көптеген алаш қайраткерлермен бірге Бутыркада болып, Архангельскіге жер аударып 34-ші жылы Пешкованың, анау Горкийдің зайып, соның демеуімен, көмегімен Алматыға қайта оралып, 37-ші жылы ұсталып атылды. Міне, Ахаң осындай үлкен, бүкіл ғұмырына қарап отырсақ, қайраткерлік күн өткен. Ал енді Ахаңның қарап отырсақ, жаңа мен тіл туралы айтып кеттім, әдебиет танытқыш деген Абай қазақтың бас ақыны деген 13-ші жылдың әдебиет танушылық еңбегі жарық көрді. Әдебиет танушы ғалым ретіндегі бітімі. Одан кейін 26-шы жылы Ташкент Қызылорда қаласында басылған әдебиет танытқыш кітабында. Бұл кітабында енді мынау қарап отырсақ, керемет теориялық ойларды қазақ сөз өнеріне қатысты айтқан. Бұл кітап туралы енді кезінде Зейнолла Қабдоловтың бір сөзі бар. Ол мынау Архимед емес, Аристотель өзінің поэтикасы арқылы грек әдебиетінде қандай еңбек сіңірсе, Ахаң қазақ әдебиетіне өзінің әдебиет танушы сондай еңбек сіңірген. Бұл керемет кітап деп баға берген ғой, иә. Мынау жаңа әдебиет танытқыш туралы. Енді әдебиет танытқыш деген былай қарасаң, әдебиеттің теориясы, мынау жаңа шешендік өнер, тіл білімі, лингва поэтика деп айтып жүрген мәселелерге барады Ахаң. Мен енді бұл кітап туралы айтқан кезде Ахаңның мынау кезіндегі біз бақтиын айтып жүрген мынау көптеген мынау жаңағы уақыт пен кеңістік туралы мәселелерді алғаш қозғап кеткен. Әдебиеттегі архетип мәселесін қозғаған. Сосын әдебиет сыншысы қалай болу керек деген мәселелердің бәрін Ахаңның аузымен айтылған. Міне енді керемет тұшымды ойлар. Әсіресе Абай поэзиясын керемет талдайды. Мысалы, Ахаң айтады, Абай поэзиясын талдағанда Абай енді сөз жоқ керемет, оның қоғамдық әлеуметтік жағынан болсын, поэзияға жаңаша сапа әкелуі, жазба әдебиеттің басына тұру өз алдына. Сонда мынау Ахаңның білімдарлығы не дейді? Ахаң қазақ өлеңі әнге сұранады дейді. Кез келген қазақ өлеңі әнге сұранып тұрады дейді. Сонда мынау тармаққа бөлетін болсақ, мынау бірінші тармақтағы бастапқы бунақпен соңғы бунақ, ортаңғы бунақтағы мынау буын сандар тұрақты бөлек. Бір не үштен келетін болса, сол үштен барлық тармақ үштен кету керек.
төрт болатын болса төртпен басында ортасында солай тұрып әйтпесе ол анау жорғалап келе жатқан аттың жорғағы бұзылады ғой. Мысалы ат жорға аттар болады, жорғағынан бұзылып қалатын сияқты. Егер анау бунақ сандар көптеген қазақ ақындар осыдан не дейді әлі осындай нені кепті бастан кешіріп отыр. Абай атамыз да осы неден сыннан құралаққан емес дейді да. Абайдың өлең сөздің патшасы, сөз сарасын талдап келеді. Осы бағарасаң дейді, әнге келмейді. Осыны әнге келтіру үшін өзі не жасайды, эксперимент жасайды ағаң. Оның жаңағы буын сандарының сөздерін, ана бунақтарда буын сандарының орнына ауыстырады, бунақтардың орнына ауыстырып көреді. Міне, сонда қарап отырсаң, бұл әнге келеді дейді. Міне ол қызық эксперимент. Айта берсең де ағаңның осындай білімдарлы өте мол, атақты Әуезов айтқан ғой. Мынау ағаңның ұсталған кезде, жаңағы НКВД жендеттер ұсталған кезде, оның бір жоғалып кеткен еңбегі, өте құнды еңбегі, әлі күнге де іш ауыртады, мәдениет тарихы деген еңбек жазған. Сондықтан ағаң мәдениет танушы деп есептейді. Оны өзі айтып жазып та жүрген. Соны бітірген екен. Міне, сондықтан ол әдебиет танытқыштың өз алдында мәдениет тарихы жазған. Міне сонда өнердің де, білімнің де, ғылымның да, әдебиеттің де, қоғамдық істердің де ұйытқысы болған ағаң, оның рухани келбеті, қайраткерлік келбеті біздің жүрегімізде, санамызда мәңгі орнығады.